Сәлем, күшті погодадан сіздерге сәлем бердік. Қалайсыздар? Марал бүгін офисына кіріп жұмыстарын бастады. Өйткені таңда азанда бала-шағаларды шайларын беріп, сабаққа, жұмысқа кететіндері жұмысқа бәрін шығарып салып, тек өзім қалам ғой де. Деп отырып, өзіме бір бокал шайымды ішіп алдым да тірліктеріме кірістім. Бүгін неше күннен бері сіздерге видео сала алмадым. Сол үшін мына видеоны соңына шейін көріп, маған тіркеліп, комментарий жазып, қолдап кетіңіздер. Өйткені өзімнің қарапайым күнделікті үйдегі тірліктерімді көрсететін боламын. Бүгін мына жердің бәрін, кухняның ішінің бәрін тазалап жатырмын. Тұз салатын, дұрыш салатындардың бәрі кір болып кеткен ғой. Жаман болып кеткен, солардың бәрін, газдердің үстін бәрін жуамын. Май болып кеткен. Соларды бүгін тазалап болды. Марал, қаңғыруды жинастыр дедік қой. 2 күн қаңғырамыз деп, 3 күн ауырдық. Енді қаңғыруға болмайды деп. Бүгін сөйтіп өзімнің офисыма кіріп, жұмысыма кірістім. Бүгін тұрдым ғой. 20-сынан бері. 20-сы, 19-сы, 20-сы қаңғырдық. 21-і келдік. Содан бері тұмау болып жаттық. Мына жердің тірліктері істелгенмен, бірақ май болып кеткен ғой. Келді құйып жумасам мынаның бәрін, газдың бәрін үстін тазалап. Келді андай май болып кеткен ғой, қуыра берген. Жаман болып кеткен газдың бәрі сап-сары болып, кір болып кеткен. Соның бәрін тазалап жатырмын. Қыздар посуда жуғанмен тек бетін ғана посуданы жуып кетеді. Бұл жақтарды тазаламайды. Бұл жақтардың бәрін өзім тазалап жатырмын. Енді кірісіп, бүгін қаңғыруды жинастырайық енді деп сіздерге толық видео түсіріп, бүгінгі күнімді, бір күндік блогымды осылай үйге арнадым енді. Үйге болғанда кухняға арнадым осылайынан. Болмаса кухняның ішін аптасына 2 мәрте үстіп тазалап жинап тұрмасаң май болып, жаман болып кетеді. Соның бәрін тазалап жатырмын. Осылайынан тірліктерім бітіріп алдым да енді түскі обедке пирожка істеймін, соған кірістім. Қамырларымды ашытып қойғанмын. Енді картошкасын қабығын ашып алып салам, өйткені ол тез піссін деп та піскен екен. Қабығын ашып отырғым келмейді. Мыжып, тез пыратала бір жұмысты 2 жұмыс қылмай бірден салып жібере салам, полный ашып. Піскен кезде тез езіп ала бересің. Анан ашып ыстықтай отырмайсың. Осылай пирожкаге осылай ашып саламын мен. Пирожкамызды бүгін түскі обедке пирожка балдарға. Арасында басымды жуып келдім ғой, өйткені неше күннен бері ауырамыз деп шашымыз майланып кетті әбіржіп. Бүгін сол реттеліп алдым. Енді күнделікті блогтарымды салатын боламын. Қолға алып жатырмын. Неше күннен бері қаңғырдық, тойладық, ауырдық деп сылтаулатпай видеоларымды салып сіздерге көрсететін боламын. Тіркеліңіздер.